Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» хикаятының жалғасы. Байтана руындағы ең сыйлы адамның бірі, атақты да қадірменді, ықпалы мол, әл-ауқаты мығым Нұрбай деген кісінің Зәпира атты сұлу қызының ауылымызға алғаш келгенін ұмыта алмаспын. Оның үй ішінің бәрі таңдап тапқандай, бір-біріне сақадай сай, бірінен бірі өткен жақсы адамдар екен. Бес ұлының бәрі де сұңғақ бойлы, сымбатты да көрікті, аздап ақсиған алдыңғы күрек түстері өздеріне жарасымды әдемі жігіттер болатын. Жұрт іші мін тапқыш, сын айтқыш, ат қойғыш келеді ғой. Оларға да ол кезде күрек түстер деп ат қойып алды. Нұрбайдың жалғыз қызы Зәпира да ағалары сияқты сымбатты, сұңғақ бойлы, толықсыған қыз еді. Оның ауылымызға келін боп келіп, алғаш аттан түскені, басын тік ұстаған күйі маңғаз басып үйге кіргені әлі есімде. Ол Нығметбайдың Анаргүл деген есуас әйелінен туған 5-ші ұлы, реңсіз, мыртық, кекеш Дәулетке 2-ші әйел болып келді. Алғашқы әйелінің қайтыс болғанына да көп уақыт өткен жоқ еді. Аузы қисық болса да байдың ұлы сөйлесін, немесе құрығы ұзын қуып жүріп алады, құрығы қысқа құры қол қалады дегендей, Айдынгүлдің аққуын қалың мал Дәулетке аяқ қолын байлап берді. Осынау теңсіздік құрығында бұлқынған қайғылы неке күні, мал бергені барады алып кетіп, қолымды кедейшілік кесіп отыр деп бір саба сүйгеннен айырылып, құсадан күйіп жанып, қараша үйде қан құсқандай, өз тағдырына тағылық заңына лағнет айтып, Зәпирасын жоқтап күңіренгенде болар. Зәпира келбетті келген жан еді. Талдырмаш сұңғақ бойына әркім-ақ сұқтана қарайтын. Оның ат жақты жүзі, қыр мұрыны, үлбіреген беті шығыстың сұлуларын елестететін. Жайнаған мөлдір көзі, қарлығаштың қанатындай қияқ қасы, шоқтай қызыл қалыңдау ерні өзгеше бір сұлулықтың нышанын аңғартып тұрушы еді. Өзі де айналасындағы күйкі көріністі мойындағысы келмей, өзін қоршаған сұрықсыз тірлікті көзіне делмей, батыл да еркін жүретін. Жас келіннің мінезіндегі мұншалық еркіндік ел ішінде күңкілде туғызды. Әдепті білмейтін, тәрбие көрмеген деген сөздер де айтыла бастады. Әйтпесе қазақтың қай келіні босағаны аттай салып тайраңдап еді. Жусаннан аласа бетегеден биік боп иіліп жүрмеуші ме еді? Зәпира осынау қалыптасқан қараңғы дағдыға бірден қарсы тұрды. Ол енесі Анаргүлге де, қайнағалары мен абысындарына да орынсыз бас иіп төмендемеді. Оның көзқарасынан, қимылы мен ісінен, үні мен мінезінен жәрбиген жаман күйеуіне деген, күйеуінің ағайын туысына деген өшпенділік оты ұшқындап тұратын. Енесі Анаргүл мен өзінің күйеуі ерке келінді көнбіс етіп алуға, иін жұмсартып, айтқандарына көндіруге талай-талай әрекетте жасады. Бірақ қайсар да жігерлі Зәпира ұшқын атқан бір көзқарасымен ғана олардың аузына құм құйып үндерін өшіруші еді. Жалғыз қатынға шаман келмесе, бай болғанын құрсын деп, Дәулетті шешесі де, ағалары да тұқырта беруші еді. Осындайда жәрбеңдеп келіп, қоқыраңдай қыр көрсетіп, тиісе беретін Дәулет, кербез келіншектің жүзінен жасқанып, күңкілдеп қала беретін. Соның бәріне де өзінің тағдырына да Зәпира құлақ аспай, кекесін киіппен жүре беретін. Қара жұмысқа қол тигізбей, қолы көсеу, шашы спыртқыға айналмай, қыс күннің еркелігін жоғалтқысы келмеді. Қасақана ақсаусаққа айналғандай еркіндік атаулыға ерік беріп еді. Нығмет әулетінің өзге түңілігіне біздің үйге Зәпира ерекше ізет көрсетіп, барынша биязы болатын. Келін боп келген алғашқы жылдары осылай еді ол. Біздің үйге жиі келетін. Кім білсін, бәлкім, өзі сыйыспаған ортасынан аз болса да аулақ кеткенді аңсайтын шығар. Оның басын шалқайта ұстап, маржандай тізілген ақ тістерін көрсете бұралып отырғаны әлі есімде. Ақторғын кимешектің сыртынан әсем ораған күндігі ерекше жарасып тұрушы еді. Мен одан көз алмай қарайтынмын. Бұрын өзім аңғармаған әлде бір сезім жанымды жайлап алатын. Әлі толық ояна қоймаған ынтығу мен іштей аяныш ізін
менің балғын жүзімнен оқи ма, әйтеуір Зәпира маған ерекше елжірейтін. Көз түсісімен Нығмет әулеті Ақкөл жақтағы қыстауына көшіп, бүкіл қысты Нұрбай ауылының маңында өткізетін. Бұл кезде Зәпира перзент көріп үлгеріп еді. Тұңғыш қызы дәулеттен аумай қалыпты. Жайын ауыз, шегір көз біреу әйтеуір. Мұны көрген Зәпираның жаны түршігіп еді. Айналасынан зәбір көріп, кеудесін қарған қайғыға іштей ысталып құса боп келген Зәпира күйеуін отаудан қуып шығып, ағайындарын аластан әкесінің үйіне кете берді. Нығмет әулетінің бірде-біреуі шұрқ етіп оның жолына тұра алмады. Келінін қайтару үшін соңынан барғандарға Зәпира мен Нұрбай ырық бермепті. Сондықтан Нығмет әулеті менің әкем мен бүкіл Үсен әулетіне хабар жіберіпті. Алыста жүріп мұқатылғанын, келіні кетіп күлкі боп отырғанын, бұл тек ер ағына мін емес, бүкіл руға түскен сын, ақсаулы ақау екенін айтыпты. Ру намысына таңба түсірмей, кек алуға, болмаса бітістіруге келсін депті. Өзге үсендіктер Нығмет әулетімен тату болмаса да, мына хабар оларға қозғау салып еді. Ру намысын әрқайсымыздың арамыздай қорғаймыз деп 20 шақты атқа қонады. Арымыздай қорғаймыз деп 20 шақты жігіт атқа қонды. Оларды менің әкем басқарып, Нығметтерге жүріп кетті. Бұл бүкіл аймақтағы үлкен бір дау болып еді. Анау-мынау кикілжіңге қарағанда, бұл жанжал екі рудың қақтығысқан қара күшінде еді. Бірін-бірі ақырына дейін тұқыртып кетпей тынбайтын тірескен шақ болатын. Әрқайсысы ата намысына, ауыл намысына арқа сүйеп, алыспай беріспейтін кезеңге таянған сәт сияқты. Нұрбай қайраты мол, айтқанынан қайтпайтын, айналасына ықпалды адам еді. Оны ырыққа көндіруде оңай түспейтін жай болатын. Бейкесімі бойынша мұндайда кейде келісіп, кейде керісіп, кейде қорқытып, кейде қол күшімен үкім айтылады. Келін дауы екі рудың арасында қыс бойы созылды, бірақ бітер болмады. Байланған түйін шиелене берді. Ұзақ дауға шыдамай, біздің жақтың жігіттері бірі ауылға оралып, оның орнына бірі қайтып бара жатты. Бүкіл ауылдың құлағы түріліп, осы даудың шешімін тағатсыз күтумен болды. Түрліккен жұрт дүбірге елеңдеп, екі арада барып келіп жүрген жігіттерден мән-жайды сұрастырып сыр тартады. Оралғандар келісім қай ауылда, кімнің үйінде жүріп жатқанын, кімдердің қалай сөйлеп, кімнің адуыны қаншалықты екенін әңгімелейді. Хабаршылардың айтуынша, менің әкем билердің айтысында асқан шешендік көрсетіп, өзін салауатты ұстай біліпті. Үсендіктердің үлкені ретінде бүтін бір рудың атынан сөйлеп, пәтуа сұрапты, тұрсар жерді нұсқапты. Алайда Қайсар Нұрбай дегеннен қайтпапты. Қызын қайтарудан бас тартып, сөз тартпапты. Қызымды қайтара алмаймын, малға келселік деп отырып алған көрінеді. Нұрбайдың мұнысына біздің жақтың даушылары көнбепті. Мал мүлік емес, адам керек екенін айтып, бұлар болмайды. Ол кезде қай қазақ шаруасын мандытқан дейсің? Көктем шықса алақандай жерді жырту 2-3 күннің тірлігі. Бұл да әдетке сіңіп кете қоймаған жай. Елдің бәрі жер жыртып егін салмайды. Сондықтан шаруашылыққа керекті азын-аулық мардымсыз құрал жабдықты да кезінде бүтіндеп алады. Бұл ретте қыс мезгілі еріккеннің ермегі іздейтін шағы сияқты. Бүкіл аймақтың еркек кіндігі кеш болса қыдырып боза ашып, таң атса туысқан аралайтын әдеті еді. Осындай ұрынарға қара таппай жүргендер азғана қақтығыстың өзіне желігіп шыға келетіні де сондықтан. Сыбыс шыққан ауылға сойыл сүйретіп жетіп баруға әзер тұратыны да сондықтан. Ауыл арасын шаңдатып, атой салып өткенге мәз мұндайда. Құрысқан арқалары жазылардай құлшына кірісетіні де сондықтан. Оның үстіне әлекке түсетін Нығмет әулеті Үсен әулетінен ат шаптырып, адам жіберіп отырғанда қарап қалсын ба? Ағайынға ара түскен боп, даурықпалы сапар шексе, Сараңбайдың соңымын төрінде шіреніп жатып, жеп қайтса, еріккен жігіттердің несі кетіп барады? Бай ауылының хабарына тез құлақ түргені де осыдан болса керек.
күн сайын 20-30 адам жамбастап жатып, жақ боп айтысады да, ерегіскен жаққа арадағы ағайын ақыл беріп, дау төресі билер шешімін айтады. Жанжал иелеріне шешімнің әділдігін ойлануға 1-2 күн мұрсат береді де, өздері жамағайын жекжат жұрағаттарын аралауға кіріседі. Қайта жиналып бітіспес дауды жалғастырады. Осылайша бұл тартыс 1-2 айға созылады. Әркімнің аузына бір жалтақтап, күйеу баладан да күй кетіп еді. Онсыз да тумысынан тұрғы келіспеген дәулет бүріскен үстіне бүрісіп, жарғанатша жәбірейіп бітті. Жақсылық келсе сен жақтан болар дегендей, Үсен ауылының адамдары мініп келген аттардың айналасынан шықпайтынды шығарды. Күйбеңдеп, әр аттың жалын сипап, күбірлеумен жүргені. Амал не? Дәулет түлеуін бермей-ақ қойды Тәңір. Нұрбай айтқанынан қайтпай отырып алды. Зәпира болса жаны сүймеген жарына, қаны сүймеген жұртына қайта барғысы келмеді. Жалғыз қызының тағдырына пышақ салып, өзі отқа itергендей болған Нұрбайдың қанында әкелік сезім қайта қайнап шыға беріп еді. Қалайда қайғы тырнағынан босатып алу үшін аянып қалған әке жоқ. Құда жақтың сан түрлі ұсынысына құлақ аспай мүлдем қатайып алды. Қайралған пышақтай бірте-бірте сөзі де алғырланып барады. Перзентінің алдындағы айыбын, мейірімсіз қаталдығын бір жола сәуір жаңбырындай жуып өтпек жайы да бар сияқты. Бір жақтың қуғыншылары да талабынан танбапты. Ат сабылтып, арын ту етіп келгенде, арқасын жерге тигізіп қалай қайтсын, қадалып отырып, қалайда дегеніне көндіруге түйініп алған бәрі де. Талайдан бергі тартыс, іштей толқумен сапырылысқан ой, ұстамды деген Нұрбайдың өзін сарсаңға салып, әбден болдыртып, ақыры дау иесі Дәулетті сайысқа шақырып еді. Күні кеше өзінің сүйікті қызының ері болған мынау сұрықсыз Дәулет, 5 ұлының қалағанымен жекпе-жекке шығып, жеңе алса Зәпираны әкете берсін, ал жеңіліп қалса, Зәпира деп аузын ашпасын, ат шабан айыбын төлеп ауылына аттансын дейді Нұрбай. Біздің жақ қарсы алдында қаңбақша қалтырап тұрған бір шөкім кекеш Дәулеттің кейпінен шошып, Нұрбайдың ұсынысына келіспейді. Нұрбай екінші ұсыныс айтты. Ау қалайық, ауылымда ат ойнатып жатқаныңа аз болған жоқ. Сен исі Үсен әулетінің намысын жыртып, аттана шапқанда мен үкше үлбіреткен жалғыз қызымның жанына сая бола алмасам, несіне тірі жүргенім? Сен руыңды қорғасаң, мен бауыр еті баламды қорғаймын. Сен ата намысын айдар тұтсаң, мен баламның көз жасына тұншығудамын. Сен сағым сынбасын деп күрессең, мен құса мен күйіктің лаулаған ошағына өзім тастап, жанып жатқан жас өмірге жайбарақат қарап тұра алмадым. Ендігі өмірімде сол өртке қарлығашша су тасып сөндіріп, қызымды қанатыма қайталамын. Аянып қалар халім жоқ. Айбат чексең алдыңа қаймықпай кеуде тосам. 5 белестей биігім деп жүрген 5 ұлымда алақанында аялаған жалғыз қарындасының қарғысына қала алмайды. Ендеше 5000 қолдай бел тұтқан 5 ұлымды атқа қондырып, 6-шы боп өзім де айқасқа шығамын. Нығметтің намысын жамылған азамат арасынан алтауын қарсы шығыңдар. Әділ күресте бағымызды сынайық. Дәулеттің дәрменсіздігінен жер шұқылап қор болып отырған даушылар бұл жолы Нұрбайдың ұсынысынан бұрыла алмады. Ақыры Нығмет әулетінің 6 жігіті Нұрбай тобына қарсы шығады. Қалған жұрт екі жаққа бөлініп түлеулес боп тұрады. Әр көңілде күдік ұялаған жанарда жас ұялаған жабырқау сәт еді бұл. Нұрбай ауылының жанында қырқаға жиналған жұрт екі рудың намысына көкпарша тартып таласқа еніп еді. Бір ру мен бір үйдің таласы, ер намысы мен ана арының айқасы басталған сияқты. Сайысқа шыққандар білегіне қамшы іліп, тақымына шоқпар басып, қойнына тығып бір-біріне өшіге шүйлігіп еді. Оңтайға келсе шоқпармен соғып, жақындаса қамшымен жасқап, алшақ кетсе таспен атқылап, аянбас айқас бастады. Сілкілесіп, жұлқыласып, тіктесіп, тістеніп, беттесіп, белдесіп, бір сойқанның әр пұшпағынан ұстасқан жайы бар. 3 қайтара қақтығысқанда Нұрбайдың балалары Нығмет тұқымының қорбаңдаған қаулапайсыз 3 жігітін шоқпармен қаңбақша қағып түсіріп еді. Алғашқы жеңіске желіккен Нұрбай туыстарының бір баласы қуанғаннан қырдам қиқу салып көтеріп, айқас ортасына 7-ші боп шауып кірді. Бұл сайыс шартын толық бұзғандық еді. Онсызда шыбын жан шүберекке түйіп тұрған Нығметтің руластары өре тұрды. Менің қызу қанды ағайым
момынқұл өзінің жаман байталынан қарғып түсіп әкемнің астындағы атқа келіп жармасты. Ат жылауын ұстап әкемді ер үстінен түсірді де өзі қарғып мініп қарсы шабады. Ұзын бақанды қолға алып Нұрбай тобына сыпырта тиіп қуып жүріп үшеуін құлатады. Жеңіле бастаған әулетінің намысын жердей қайта көтеріп алады. Тағы бір айнала соққанда ағам төртінші етіп Нұрбайдың өзін сұлатып кетіп еді. Есінен танған Нұрбай қарт қара жерді құшып қала берді. Айқас аяғы айқындалып қалып еді. Ағам ер үстіндегі Нұрбайдың ендігі екі баласын ауылына дейін қуалап, тоз-тозын шығарады. Әкем сұлап жатқан Нұрбай шалға жүгіреді. Басын сүйеп көтереді. Есін жиған Нұрбай кеңсеңдеп, сен білсің момыш дейді қалтыраған үнмен. Қайтейін, осыны қалаған өзің ғой, амалым не, ақсақал, бейбіт сөзге келмедің ғой дейді әкем оған. Нұрбай күдер үзген бәсең үнмен. Ендігісін өзің білесің момыш, биде, билікте сенде. Әлгі есерсоқ болмағанда бұл күйге ұшырамас едім-ау, қайдан ғана келе қалды сол найсап. Уәде бұзылған соң үмітте үзілді ғой деп солқ түседі. Әкем айқасты тоқтатуға белгі береді. Ат айылын босатып, дауласқандар 2 күн ойлануға мұрсат алады. 3-ші күні Нұрбай ауылынан шабарман келді. Біздің адамдар қайта кетті. Ата жолын аттап өтіп, баба салтын бұзған үшін әкем Нұрбайға азын-аулақ ат шапан айыбын төлетіпті. Ал байғұс Зәпира лашысы сағы сынып, тұншыға қайтып келді. Ағайым өмір бойы мақтанатын, жалғыз дәулет пен Нығмет әулетінің намысын ғана емес, бүтін аз ғана Үсен руының да арын сақтап қалдым деп көрінген жерде күпінетін. Әкем оның бұл қылығын жақтырмаушы еді. Қарт Нұрбайға қол көтергенін кешірмейтін. Ұрғаныңа ұлдары да жететін еді ғой, дейтін жемкейісті үнмен. Ат астында аунап жатқан Нұрбайды аянышты жүзі жүрегінде ұмытылмас бір түйткіл қалдырған-ау шамасы. Зәпираның сол бір қайғылы оқиғасынан кейін мен оны 2 жылдан соң көрдім. Баяғы батылдықтан, еркіндік пен өжеттіктен жұрнақта қалмапты. Қатты шөгіп, ауым-сауым қалге түсіпті. Шамасы бұрынғыдай бой түзеп, таранып жинақты жүруді де ұмытқан-ау. Басындағы ақ жаулығы да бозарып бітіпті. Жүрісіндегі өзіне тән ерке қимыл суға түскен кесектей еріп кеткен сияқты. Жәудіреген мөлдір жанары бұрынғыдай нұр шашпай, жасаурап, солғындап кеткен. Айналадағының бәріне өшіге, жанымен жек көре қарайтын сияқты. Жұрт енді ол безілдеген Анаргүлдің жыбыр-жыбырына көніп болған, тіпті күйеуі дауыс шығарып, қол көтеретінде болыпты деп жүрді. Осылайша қалың малдың қара күші, ескі әдет, тырнағы убып жабысқан ру қатынасының ұзын қолы асау Зәпираның алқымына да бұғауын мықтап салып бұрап тастаған еді. Жанындағы жарқын нұрды өшіріп, үлкен сезімнің тамырын қиып біткен болатын. Ендігі жайнап тұрған гүл емес, күздің күлгін шапырағындай күн сайын солып барады екен. Зәпира да әйел басына түскен езгіні үнсіз көтеріп жүре берді. 1943 жылы ауылға демалысқа келгенде қайтыс болған бір ағайымның үйіне көңіл айтуға кірдім. Сырттан елдің ең соңы болып, белі бүкшиген, кір орамалын көзіне дейін түсіп кеткен бір әйел келді. Алғашында кім екенін танымай қалып, сәлем беруге орнымнан тұра бергенімде, әлгі әйел асқан бір жылы мейіріммен құшып, еркелете сөйледі. Киізге қайта жайғасқанымда, менің қал жайымды, денсаулығымды, мынау қағынған соғыс кезіндегі амандығымды сұрай бастады. Өзінің ерте келіп сәлем бере алмағанына кешірім сұрап жатыр. Сонда барып майшамның ала көлеңкесінде әйелдің Зәпира екенін әрең танып едім. Әбден қашып бітіпті. Шүйкедей боп шөгіп, бүріскен күйі отыра берді. Шамның күңгірт жарығы әжімдерін адырайта айқындап, тіссіз қушиған егінде әйгілеп тұр. Мен шыдай алмадым. Жеңеше-ау, қартайып кеткенің қалай? Зәпира алғашында бұл сөзімді естімегендей бей-жай қалпы ауыр бір күрсінді. Сонан соң мұңлы жанарын маған қадап жай ғана үн қатты. Шырағым-ай, жеңешең не көрмеп еді? Тобыңа 8 күшік асырап қосқанда жалғыз жанымның несі қалды дейсің? Әйтеуір аман жүргеніме шүкірлік еткейсің шырағым.
Бұл сөзді ол толғанып, қайғылы үнмен айтып еді. Ошақбай қарт мына сөзді ұнатпай баш шайқай берді. Асылық етпе келін, ауыл әйелдерінің бақыттысы өзің емессің бе, Зәпира? Есігіңді соғыс сойқаны қаққан жоқ, байыңды алдың да, 8 балаңды алдың да, бұдан артық не демексің Аллаға? Бөрік кигеннің бәрі азамат атын жоғары ұстап халқын қорғауға аттанғанда дәулет оғанда жарамады ғой деп ызалы сөйледі Зәпира. Анасы сол үшін туғандай менің қорушым боп жәрбейіп отырған жоқ па? Оның үнінен мен сол баяғы қарсылық кегінің зорлық көргісі келмеген бұлқыныстың қалың малға деген қарғысының ұшқыны әлі өшпегенін аңғарып